Ал түк сезбей, жаңағы тапырлап, мешітке барып бір нәрсе деп оқып, әйтеуір мынау дінді ғылым ретінде қарау керек. Үлкен ғылым. Мына орыстарда Библияны бұлар ғылым ретінде етеді. Мен кейде мынау қазақ молдаларда ризашылығым жоқ. Көбісінде сауат жоқ, жаңағы киім киісі де, киімнен бастау керек әуелі. Бәрі дұрыс болу керек үстіңдегі мынау. Ақ, мынау қолдан тігілген ақ нелер, аяқта бәр. Ата французский көйлек киіп алады, итальянский шалбар киеді. Аяғында не бар? Ол ненің терісінен тігілгені белгісіз. Ама орыстардың поптарының түймесіне шейін діни. Түймесіне шейін. Қалай сенбейсің енді? Ғылым ғой бұл. Бізде молдалар ауылым тақия киіп жатыр, шарп қояды. Бұның бәрін қалай бересің, оны бұның бәрін айтпа, өйткені бүкіл Қазақстанның молдасы маған қарсы шығып, бір нәрсені айтты деп айтпаған зат. Шынында бұл Абай айтқан мұны. Мен қазақтың молдасына сенбеймін деп. Абайдың өзі айтқан, Алланың өзі рас, сөзі рас деп. Көрдіңіз бе? Қазір молдаларға мен кітапты Құранды ашып тұрып оқып бердім. Жаназаға келген, жаназаны шығарған, молдаға берген де күнәлі. Алған молда да күнәлі деп. Бізде өлікке келсе қолын тосып тұрады әкелі. Өзі өлік шығып атқан трагедия. Соның өзі ақша жетпей жатыр. Содан ақша әкел дейді ғой. Кілемін алып кетеді, тонап кетеді. Міне бұл күн екен. Құранда жазылды. Соны оқып жүрмін, оқымай жүрмін білмеймін. Сол кетпейді отырады бер деп. Өлік жерде молда семіреді деп, өлең жерде өгіз семіреді. Міне осыған кішкене менің нем бар, претензиям бар. Бұны айтып олар маған ренжиді. Енді ренжісі айтамын. Қазір не көп, мешіт көп. Соған имам керек. Анау жерде оқып отырған медреседегі балалар соларға газет оқытпайды. Кино, театрға барғызбайды. Не ол? Білім керек қой оларға. Білу керек қой. Киноға бару керек. Ал ол біздің қазақтың ойынша оның бәрі күнә. Күнә дейді.